дегенде әкесіне жайын жымиып басын шайқап қойды. Адам жанын ол керемет түсінеді. Мақтанған емес, кластағы орыс тілін тәуелдеп дейтін оқушыны білмеймін. Өткен жылдың барлық тоқсанда да бұл пәннен ауызша, жазуша ылғи бесік балалар алды. Анфисаның жазуының мені тәуелділігінде мүмкін ол да себеп шығар. Жаңа сабақ түсіндіріп болғаннан кейін ол... балалар, Пушкиннің қысқы кешірім жаттап берген. Анфиса Михайловна, не кетсеңіз? Жаттап кел, мені Анфиса Михайловна, деген дауыстар бірін бірі баса өтіп жаңғырып кетті. Неше оқушы қалған сенен қашан сұрауын өкірегенін біліп отырсың. Ал Анфиса Михайловна өтпейді. Алфавитті болмайды, тәртіп сақтамай сұрайды. Қазір сіздің басында бөліп атасаң, олардың соншалықты бөліп атайды. Бүгін сұрағаннан ертең тағы сұрау мүмкін. Қысқасы, ол күнде сұрақ сөйлесе содан сұрайды. Оның ой тегін күні бойы аңдып. Пиццаны мен сендерге әр тапсырма орындаған сайын ингредиенттерін беремін. Соны құрастырамыз. Қай топтан күшті пицца шығады, сол топ жеңіске жетеді. Қазір бірінші тапсырма, ананас. Сендерге қосылып орындаймыз. Бұл жерде үзінділер берілген. Бұл өлең секілді емес тәрізді ғой дейді. Сұраусыз үш бәні. Енді кімдікі ойланып көрші, не шынында? Кенет көзімді бақырайтып танысымда көргендей болдым. Мәссаған әкем ал мынау Абайдың өлеңі ғой. Дәл осы айтым сәлем қаламға сүйер өлеңнен басталады. Бұл үзіндіден біз нені көреміз? Яғни Қожа бізде ол ақыл болғанымен, ол ақылды білімде, ол Қожаның өлеңі, Абай Құнанбаевтың өлеңін біледі. Ал білімсіз бала Абай өлеңін біле ме? Жоқ. Және ол өзінің ақылды шеберлігімен жаңарған өлең. Сол сияқты нәшірдесіндерде үзінді берілген және кейіпкерлер солған өздерінің ойларын жазады. Қандай дәнекпен? 5 минут уақыт береді сіздерге. Топпен орындаймыз. Бізде Қожадан үзінді берген. Қожа бізде қандай адам? Жауап береміз сұраққа. Қожа қандай? Бұл үзіндіде оның өз қателігін түсінетінін, өз қателігін түсінетінін жақсы екенін. Келесі екінші топ. Айлен дайынсыз ба? Жауап берейік тезірек. Біз жаңағыда қандай адам? Тынышталыңыз, тыңдайсыз. Менің ойымша қандай ақылды қыз. Қожаны басқа шығарып кеткенде ол қожаны аяқ жылағаш. Жанардың жүрегі жылатуға Келесі үшінші топ. Менің ойымша ол мақтанып тұр. Бізде кейіпкер Жантас. Менің ойымша ол мақтанып тұр. Барлығын мазақтайды. Басқа оқушыларға өздері бастап тексерді Жантас. Сол себепті кейін өзі жауап қалады. Келесі жаңа форма жүреді. Ол да бірдеме жақсы болса ол мақтанады. Ол жаңа форма келген шумақтарды. Айзере оқыңыз. Бізде кейіпкер Менің ойымша осыдан кейін Қожа өзгергісі келеді. Анасы Қожа шырзатын барады және анасы өте мейірімді адам болады. Өте дұрыс. Бізде бірінші тапсырма бойынша екінші және үшінші топтар өте жақсы жауап берді. Оларға балл қойылады. Келесі тапсырма қазір бізде. Екінші тапсырма. Бұл бізде Вен диаграммасы. Екі кейіпкерді бір-бірімен салыстырамыз. Бірінші екінші топқа Жантас пен Қожа, үшінші төртінші топ Байқайлова мен Анфиса Михайловна Тентек, бұзық, өте күшті. Жантас, мақтаншақ, жаман. Жақсы. Келесі екінші топ. Қарапайым бала, кең пейілі, жұмысын істемеді. Батыл, өз қимылын, іс-әрекетін мойындайтын Жантас, өзгемейтін бала, мақтаншақ, көзбен контакт өтекші, ұқсастығы екеуі де теңшек өтекші. Жақсы. Келесі үшінші топ. Мейірімді, әділ, мықты әдемі. Жақсы. Келесі төртінші топ. Қожаны жақсы көреді. Қожа Майқанов Абайды қатал деп ойлайды. Анфиса Михайловна қалаға адамнан сабақ сұрайды. Қожа мен қатал, Қожа Анфиса Абайды жақсы алтын адам деп ойлайды. Ұқсастығы мұғалім сабақ береді. Өте дұрыс. Бізде екінші тапсырма бойынша екінші, үшінші, төртінші топтар өте жақсы жауап берді. Сендер де жақсы жауап бердіңдер. Келесі бізде үшінші тапсырма, бұл да топпен. Бұл жерде бізде кесте берілген. Кестеде кейіпкерлер олардың сыртқы бейнесін, мінезін және іс-әрекеттері мен көңіл күйдерін сипаттайды. Бірінші топқа бізде Қожа берілген. Екінші топ Сұлтан. Үшінші топ Байқайлова апай және Қожаны оқырмын үшін менің мінезімнен болған Қожаны сипаттайды. Сабира Байқайлова. Сыртқы денесі әдемі, әр күні көйлек киеді. Мінезі қызық, көңіл күйі жақсы, сабырлы.
мен өз оқушы классымда жетістіктерге жеткіземін. Іс әрекеті осы класты бірінші топ қожаны ал образын қожаны сипаттар. Бейнесі қырсық тентек. Өйткені қожаны көргенде оны жақсы білмесең, ол қырсық және тентек бала сияқты көрінеді. Мінезі жақсы, бұзық, жақсы өйткені ол Майқанова апайдың бұзық өйткені бұзық жағдайда жасалғанда ол жаман стилі деп ойлағанда көңіл бойынша сөз өз есеп берген және өз қатесін іс әрекеті келесі үшінші топ оқимыз. Сұлтан, сыртқы бейнесі әдепті бала. Мінезі аңқау ақымақ, көңіл күйі күлдіргі, жақсы бәрінді, сырт пікірі күлдіргі, іс әрекеті темекіге ұрмайды, сыртқы бейнесі Келесі төртінші топ. сыртқы меганықа түрді сапалы, естімейді, шпейі, қамқор, көңіл күйі, ақ көңіл, есім туралы айтты. Іс әрекеті қожаға ақыл айтады, деген көрсетеді. Үшінші тапсырма бойынша біз екінші, үшінші бірінші топтарға 4 балл, бірінші топқа 3 балл береміз. Қазір бізде сабақ бойынша кері байланыс. Сендерге осылай қағаздар таратып беремін. Осылай сабақтан алған әсерлерін өз ойларын жазып шықсаңдар, иә?